Mine қазір біз юбканың арқа бөлігін пішіп үйренеміз. Ол үшін міне оты 39, оба 50, длина юбкасы 63 болу керек. Міне қазір осыны біз саламыз. Бір десем біз мына жақтан 2 сантиметрімізді алып, белгілеп алып, сызып тастаймыз. Міне 2 сантиметр бұл жерде. Оны былай сызамыз. Büyütüp sızamız. Mine 2 santimetr. Mınaqa длина юбка 63 қосу 2-ni. Қазір бір десем осы ұзындығын саламыз. Міне 63 мына жерден 2 сантиметр қосып, біз сызып аламыз. Өзімізге керекті юбканы. Бұл юбка өздеріңізге байланысты аласыздар. Қанша ұзындық жібересіз, сонша ала бересіз. Менікі 62, 63, 2 қосып алдым. Енді біз мына бастапқы точкадан қазір белін саламыз. Бұл белі бізде оты бөлеміз 2-ге. Бізде отымыз 39, бөлеміз 2-ге. Бұны біз сантиметрдің көмегімен бөлеміз. Мұны бірден қарап бетіп тартып, 39-ды табамыз. Өш жерден біз бөліп бұлай саламыз. Мұны 2-нің, сызған 2-міздің қасынан саламыз бетіп. Мұна жақтан выточкаға 3 сантиметр қосамыз. Мына жерге плюс 3 деп қоямыз. Бұл выточканыкі. Міне белді салдық. Енді бөксені салу үшін тура алдындағыдай формула керек. Бұл жерде біз 18 сантиметр дейміз. Бейтіп 18 сантиметрді сап алдық. Сөйтіп бұны сызамыз. Бейтіп. Міне сызып алдым. Бұл жерге енді оба бөлу 2-ге. 50 болған, 50-ді 2 бүктеп өшерге сала саламыз. Мінекей 50-ді алып аламыз, бүктейміз. Мына жерге қоямыз да, мінекей бетіп салып аламыз. Енді осы точкаларды қосып шығамыз. Міне қостық. Енді біз түзу шығару үшін қыздар, осы жерден бетіп салып өлшеп асақ болады. Міне 25 болды, сол 25-ті мен мынақада белгілеп аламын. Сөйтіп біз бұлай сызған жағдайда бізде түзу шығады. Мінекей сызып алдық. Енді 1 сантиметрден біз запас аламыз. 1 сантиметрден белгілеп алсаңыздар болады. Міне осылай белгілеп аламыз. Біз осы жерден қырқатын боламыз. Бәрін салып біттік. Енді бізге выточканың орнын саламыз. Біз мына 2-ден кейінгі сызықтан бастаймыз. Ұзындығы да бізде 10 сантиметр болады. Мінекей 10-ды алдық. Сөйтіп бұны сызамыз. Екі жақтан бір жарымнан саламыз бұны. Міне бұлай. Мінекей 1 жарым, мына жерден санағанда, 1 жарым неден санағанда бізде міне 3 шықты. Осыны енді осы жерге қосамыз. Мінекей осылай біз арқасын пішіп алдық. Енді бұны қырқып көрсетемін. Қырқу үшін міне бізде мына тере-тере точкадан қырқамыз. Ана сызған жерден, мына сызықтан бізде тігіледі.
мінекей матаға салу үшін біз обязательно выточкасын қырқып тастаймыз. Сонда бізге матаға салу ыңғайлы болады. Бірақ мінекей. Міне осылай арқасын аласыз. Жаңа алдын көрсеткенмін.